Кешір құрметті көрермендер, міне мамыр айының алғашқы аптасы да өз соңына жетті. Ал осы өткен күндер несімен есте қалды, оны аңдатпадан көрейік. Есірткімен ұсталды, 70 келі марихуана сақтаған Балқаш тұрғыны қолға түсті. Қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Жеткізбеген жол, Балқаш Қарағанды тас жолында көлік апаты болып бір адам қаза тапты. Тағы бірі жан сақтау бөлімінде. Бас миынан бастап дене сүйектері зақымданған. Желдің салдары. Железнодорожная көшесіне жаңадан орнатылған жарық бағаналары құлап қалды. Осы қатты жел болған уақытта құлады. Бір-екеуі. Есірткімен есіріп, оны сауда көзіне айналдырған балқаштық тұрғын ұсталды. 71 келі марихуананы жинаған күдікті өз үйінде құрықталды. Оны полицейлер республикалық тексеріс барысында қолға түсірді. Анықталғандай 43 жастағы азамат есірткі саудасына қалалық аурухана маңындағы өзінің жер үйін пайдаланған. Онда марихуана есірткісін қораптарға бөліп, жеке-жеке салып отырған. Оны қара базар арқылы сатып, тыныш қана нәпақасын тауып жүрген. Қазіргі күні күдікті уақытша ұстау изоляторында қамауда отыр. Айта кетейік, 43 жастағы тұрғын бұрындары сотталмаған болып шықты. Азаматқа қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 296 бабы 4 бөлігімен қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Ақшатау кентінің маңында жол апаты орын алды. Салдарынан 57 жастағы жүргізуші қайтыс болды. Тағы бір жігіт зардап шекті. Кейбір дерек көздері бойынша жүргізуші жолда қалғып кетіп, жол бойындағы қоршауға соғылған. Вот авария, Ақшатау район, 792 километр. Бұл куәгерлерден келіп түскен видео. Олардың айтуынша жол апаты Ақшатаудан 8 километр жерде болған. Таңғы сағат 5-тің шамасында жүргізушінің көзі ілініп кетіп, жол бойындағы қоршауға соғылған. Қатты соққыдан 57 жастағы көлік иесі сол жерде тілге келместен қайтыс болды. Ал оның қасында отырған 29 жастағы ұлы Шет ауданындағы ауруханаға жеткізілді. Қазір жан сақтау бөлімінде. Дәрігерлердің айтуынша науқастың жағдайы ауыр. Жолаушы көптеген дене жарақаттарын алған. Бас миынан бастап дене сүйектері зақымданған. Оны ауруханаға дейін арнайы аппарат арқылы демалдырып жеткізді. Қазіргі күні денсаулығы өте ауыр. Железнодорожная көшесіне жаңадан орнатылған бағаналар құлап қалды. Қатты соққан жел діңгектердің үшеуін орнынан жұлып түсірген. Бірі тіпті сол маңдағы үйдің қоршауына құлаған. Оны көрген тұрғындар бұл жайтты фотоға түсіріп, әлеуметтік желіге жариялапты. Ал біз жауапты мамандардан істің мән-жайын білуге тырыстық. Әлеуметтік желіге жарияланған міне мына фото. Ұзындығы 10 метр болатын жарық бағанасының үйдің қоршауына құлағанын анық көруге болады. Кеше соққан қатты жел оны орнынан жұлып түсірген. Абырой болғанда ешкімге зияны тимеді. Осы қатты жел болған уақытта құлады. Бір-екеуі. Соңғы өздері келіп алып кетті. Аманшылық қайта жөндеп орнатпаған ғой деймін, ана біреуі немене еді. Бағана құлаған тұста қазір тек опырылып қалған орны ғана қалыпты. Балқаш энерго мамандары келіп, қисайып қалған діңгектердің барлығын жинап әкеткен. Жалпы Железнодорожная көшесіне демалыс күндері 18 бағана орнатылған. Қатты жел кезінде соның 3-еуі құлапты. Бүгін коммуналшылар жарық бағаналарын қайта орнатуға кірісті. Айтуларынша, сенбі күні діңгектердің фундаментін бекітіп үлгермеген. Бұл жұмыстарды мерекелік демалыстан кейін аяқтамақшы болған. Алайда қатты жел жоспарларының күл-талқанын шығарды. Оған қоса бұл жер борпылдақ. Бағаналар дұрыстап бекітілмесе, қайта құлауы да мүмкін. Просто сами опоры без. Ол аймақта дренаж жүйесі тартылмаған. Сол себепті жер борпылдақ әрі дымқыл. Технология бойынша онда цемент құя алмай отырмыз. Қазір фундаментін тас пен құрғақ құм әкеліп бекітіп жатырмыз. Коммуналшылар бағаналарды орнатқаннан кейін электр желісін тартуға кіріспек. Жалпы биыл жұмысшы кентінде Железнодорожнаядан өзге 3 көшеде жарық пайда болады. Олар Сәрсенбаев, Бөкейханов көшесі. Гүлшат Байтекешева, Руслан Сепен, Өркен Медиа. Ешкімде ұмытылмайды. Бейбіт күнді сыйлаған жандар біздің мәңгілік есімізде қалуы тиіс. Ұлы жеңісті жақындатқан майдангерлердің бірі Мақсұтбек Бәжікеев. Өкінішке орай ардагер арамызда жоқ десе де, артында қалған ұрпағы бар. Ұлы ардагер жайлы толығырақ тарқатады. Менің әкем Бәжікеев Мақсұтбек ұлы отан соғысының ардагері 28 жасында 1942 жылы майданға аттаныпты. Соғыс жылдарында армияға шақырылып, жалғыз өзі ғана емес бауырында шақырған. Мұхамбетбек деген бауырды Панфилов дивизиясында
соғысқа қатысқан. Енді әкем Мақсұтбек басында минометчик болыпты. Содан соғыстың нағыз қызған уақыты өздеріңіз білесіздер. Тарихтан өз сұранып, разведчикке сұраныпты, барлаушы болуға. Содан енді соғыстың аяқталғанша сол болып келді. Әкеміз Мақсұтбек Калининград майданында болыпты соғыста. Енді ол уақытта біз баламыз әңгімелерін айтатын, жері батпақ, бомба, снарядтар түскіргенде жерге кіріп кетіп, батпаққа кіріп кетіп, атылмайтын көрінеді. Бірнеше рет өлімнен қалған ғой. Бір рет сол неге барғанда барлауға барған уақытта бір тұтқынды алып келген. Тұтқынды алып келген уақытта енді ол уақытта енді отпуске берген. Осы қызыл жұлдыз орденін берді. Алғашқы алған. Ал екінші рет тұтқынды барған тағы да. Сонда алып бір жатқан уақытта штабқа дейін үлгермепті. Аман-есен алып келу жаңағы фашисті. Себебі өзі әзілдеп айтып отыратын, біздің қатты ұрып жіберген болуымыз керек, сол штабқа жетпей қайтыс болды деп. Қыстың күні дейді, қардың астында. Содан бір уақытта бір бәленбай жер метр жанымыздан фашистер өтіп, оқ жаудырған ғой. Бірнеше адам отырған. Сонда Құдай сақтап, сол оқ тимей, сол қардың астында әкем аман қалыпты. Әкемнің соғыста жарақат алды. Аяғынан, басынан еңбек етті. Мына Қоңырат кенішінде Қонап марқұммен бірге еңбектес, дәмдес болды. 40 жылдан астам еңбек етті. Қоңыратқа белгілі кісі болды. Жұмысшы болып істеді ол кісі. Әкем айтатын, мен аман-есен елге оралдым, жеріме. Егерде мен бір уыс топырақтың астында қалатын болсам, мен елімді көрер едім деп сөйтіп айтып отыратын. Ол Отан соғысына қатысқан гвардиялық медальдары бар. Одан кейінгі мынау мерекелік 30 жылдық, 40 жылдық деген сияқты медальдармен марапатталған. 6 баласына да немерелерін де көріп кетті. Сонда да сол жаңағы немерелерін бауырына салып әлдилеп әндетіп жүретін. Сол бізді жақсылыққа, еліңе қызмет етуге тәрбиеледі. Ол кісі 87 жылдың көктемінде қайтыс болды. Өзінің еңбек еткен, өз тұрған Қоңырат кенішінде сол ауылда марқұм болды, сонда жерленген. Соғыс ардагерлеріне өзіміздің Қазақстанның батырына арналған ән жазғам. Соны қысқаша айтып кетейін. Үлгі ғой ұрпаққа атамыз бауыржан, дұшпаннан тайсалмай отанын қорғаған, Балқаштың төлегі әйгілі Рақымжан, биікке ту тігіп жеңіске бастаған, халқымыз қолдаған, қарулы күш құрған, бейбітшілік кепілі. 9 мамыр жеңіс күніне орай кімдерге бір реттік ақшалай көмек көрсетілетіні белгілі болды. Тізімнің басында Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен мүгедектері жайғасқан. Қазір Балқашта 5 майдангердің көзі тірі. Оларға қалалық бюджеттен әрқайсысына 150 мың теңгеден бөлінеді. Тыл еңбеккерлері 10 мың теңгеден алса, көз жұмған Ұлы Отан соғысы мүгедектерінің әйелдері де осынша сомаға қол жеткізеді. Ерікті жалдамалы құрамның адамдарына да 10 мың теңгеден беру қарастырылған. Жалпы 9 мамыр жеңіс мерекесіне орай 734 адамға бір реттік ақшалай көмек көрсетіледі. Бұл мақсатқа жергілікті бюджеттен 8 миллионнан аса қаржы бөлінді. Енді жаңалығымызды екінші бөліміне ауыссақ, одан көретіндеріңіз. Жануарларға қамқорлық. Балқаштық спортшылар далада қаңғып қалған иттер мен мысықтарға азық-түлік жинап көмек көрсетті. Біздің орталыққа тамақтардан өзге дәрі-дәрмектер қажет. Жәндіктермен күрес. Қалада масаларды улау басталды. Желаяқтар сайысы. Балқашта алғаш рет жартылай марафон өтеді. Жартылай марафонға қатысатындар бұл оқушылар 7-11 сынып және колледж студенттері, үлкен ересек адамдар.
Бүгін оқушылар Қазақстан тарихында алғаш болып әскери ұшақты басқарған қазақ қызымен кездесті. Жиын оқушылар сарайында өтті. 22 жастағы Ардана Ботай бала кезіндегі арманына 16 жасында қол жеткізген. Мақсатын жүзеге асыру үшін Алматыдағы авиациялық академияға түседі. Кейін Финляндияға барып пилоттар мектебінде білімін жетілдірген. Қазір ол қаламыздағы 53-898 әскери бөлімінде аға ұшқыш болып қызмет етеді. Бой жеткен өткен айда өздігімен Л-39 әскери ұшағын басқарып, Қазақстандағы алғашқы әскери ұшқыш әйел атанды. Кездесуде Ардана өз өмірі жайлы айта отырып, балаларды мақсатқа жету жолында табанды болуға шақырды. Просто у меня было очень много отказов, у меня было, в плане того, что меня не принимали в какие-то учебные заведения, где-то я могла не сдать экзамен, и это все были трудности, в плане психологическом. Поэтому вам хочу сказать, важно, будет провал, нужно идти дальше и твердо стоять на своей позиции. Балқаштық жас ұландар қатары артты. Бүгін олардың сапына 300-ден аса оқушы қабылданды. Ұлы елдің ұландары оқуда озат, отанға адал қызмет болуға салтанатты түрде ант берді. Төлеухан Меркеннан, номері 25-ші орта мектеп. Өмірбек Темірбек, номер... Бұл жолы жас ұландар қатарына 4-ші сыныпты тәмамдағалы отырған оқушылар қосылды. Оларға көк тудың түсімен әспеттес галстукты оқушылар мәслихатының жас депутаттары тақты. Жаңа қабылданушылар отанды сүюге, ел мен жерді, ата-ананы қадірлеуге, оқуда озат болуға бір ауыздан серт берді. Айта кетейік, елбасының тікелей тапсырмасымен жас ұлан, жасөспірімдер және балалар ұйымы 2011 жылдың 6 шілдесінде Астана күнінде құрылған болатын. Балқашта оқушылар сарайының ұйымдастыруымен жылына 2 рет слет өтіп тұрады. Ал бүгінгі күні олардың қатарында шаһар бойынша 8200-дей бала бар. Мен оқуда озаттым. Сондықтан мені бүгін жас ұлан ұйымының қатарына кіргізіп жатыр. Мен Қазақстанды көркейту үшін ең алдымен әскерге барып, әскерден келген соң кәсіпкер болғым келеді. Медициналық колледж студенттері әскери дайындықтарын көрсетті. Болашақ дәрігерлер әскери міндеттілер болып табылады. Сол себепті автоматты шашып қайта жинауды, химиялық қорғаныш костюмын киюді және жапа шегушілерге көмек көрсетуді білулері тиіс. Әскер сапта жүріп тұрудан басталады. Оны көрсету бірінші курс студенттеріне жүктеліпті. Болашақ дәрігерлер тек әдемі қозғалып қана қоймай, бұйрық бойынша винтовка мен түрлі жаттығулар орындады. Әскери қарудың бөлшектерін білу тек әскерилердің ғана емес, медиктердің де міндеті. Шарада студенттер автоматты шашып, қайта жинап, өз ептіліктерін көрсетті. Ең үздік нәтиже 10-15 секунд. Бірінші курстан бастап осыған дайындалып келе жатырмық, және де ең қиыны бұл жерде сүмбі алуға шашқан кезде, ал жинаған кезде оқ жаттарды салу орнына. Және де шашқан кезде 18 секунд беріледі соған. Біз енді 10-11 секундта шашсаймыз әр кетсе. Және де жинаған кезде 30 секунд беріледі. 20-21 секундта жинап бәрін орнына қоямыз. Студенттерге бәрінен химиялық костюмді кию қиынға соқты. Қорғаныш заттардың барлығын киіп біткенше 3 минут кетеді. Бірі осы уақытта тапсырманы орындаса, бірі уақыттан қалып жатты. Сценарий бойынша жер сілкініп көп қабатты үйлердің бірі құлайды. Үйінділердің астында жапа шегушілер бар. Барлығына алғашқы көмек көрсетіп, ауруханаға жеткізу керек. Бұл жерде болашақ дәрігерлер тәжірибеде үйренгендерін практикада көрсетті. Бұл жерде ең алғаш көмек көрсету қажет бізге қан кетулерде. Өйткені адамда ұзақ уақытқа кешігетін болсақ, немесе басқа да сыныққа бірінші уақыт өткізетін болсақ, біз адамды жоғалтып алуымыз мүмкін. Медициналық колледж студенттері берілген тапсырмаларды жақсы деген бағаға орындап шықты. Барлық қатысушылар грамотамен марапатталды. Гүлшат Байтөгешова, Руслан Сепен, Өркен Медиа. Балқаштық спортшылар ессіз далада қаңғырып қалған ет пен мысықтарға көмек көрсетті. Ержүрек клубының тәрбиеленушілері 4 аяқтыларға тіске басар сатып әперді. Мұна азықтардың барлығын еріктілер 10 күннің ішінде жинап, қараусыз қалған жануарлар паналайтын орталыққа апарып өткізген. Жануарларға жаны ашыған тұрғындар 40 келі макарон мен 90 қорап түрлі азық-түлік өнімдерін жинапты.
У кого в семьях есть уже питомцы, они, естественно, приняли очень активное участие. Кайрымдылык акцияга барлык балалар катышты. Үйлөрүндө ит пен мысыктары бар жандар ерекше белсендик көрсөттү. Биз балаларды осылайша игі іс жасауга үйрөтүүбүз керек. Қазіргі күні иесіз қалған жануарлар паналайтын орталықта 80 ит пен 10 шақты мысық бар. Олардың барлығын бір мезгіл тамақтандыру үшін шамамен 10 келі азық-түлік жұмсалады. Ал 4 аяқтылардың күніне кем дегенде 2 рет тамақ ішетінін ескерсек, азықтың жетпейтіні анық. Оған қоса аталмыш орталық тек ерікті жандардың арқасында жұмыс істеп тұр. В лекарствах, в частности, в... Біздің орталыққа тамақтардан өзге дәрі-дәрмектер қажет. Оған қоса ерікті жандар да қажет. Құрылысқа көмектесемін деген демеушілерді іздейміз. Балқашта масамен күрес басталды. Қансорғыш жәндіктердің көзін құрту үшін биыл жергілікті бюджеттен 3 миллионға жуық қаржы бөлінді. Енді ол ақшаға облыстан келген арнайы мамандар қала сырты мен көп қабатты үйлердің жер төлелеріне дезинфекция жұмыстарын жүргізеді. Қансорғыштар қанаттанбай тұрып көзін жою керек. Сол себептен Анатолий Камышный күн жылын бастан бұрын көп қабатты үйлердің жертөлесінде дезинфекция жұмыстарын жүргізетін болады. Ол үшін 7 жылдық тәжірибесі бар маман алдымен қауіпсіздік киімдерін киіп алды. Захожу в одну сторону подвала. Біз жертөле ішін толық залалсыздандырамыз. Сұйықтықты көбінесе бұрыштарға, еденге себеміз. Жертөле ішін ылғалды болғандықтан осы жерде шоғырланып отыруы мүмкін. Биыл масаларды жоюға агранатты препарат қолданылуда. Улылығы жоғары дәрі сумен араластырып жасалады. Және ол шыбын-шіркейдің дернәсілдерін жоюға арналған бірден-бір тиімді құрал. Оған қоса адам денсаулығына ешқандай зияны жоқ. Он разрешенный для работы в Казахстане. Агран дәрісі Қазақстанда қолдануға рұқсат етілген. Адамға зияны жоқ. Оның уынан ұсақ ірі қансорғыштарды жоюға болады. Дезинфекция жұмыстарының бұл алғашқы сатысы ғана. Күн жылығанша әлі де жасайтын боламыз. Қарағандадан келген мамандар 2 күннің ішінде масалардың көп шоғырланатын жері Батсат маңы мен 7 жертөлені залалсыздандырып бітті. Енді араға 1 ай салып тағы да басқа жерлерге дезинфекция жұмыстарын жүргізетін болады. Ол үшін жергілікті қазынадан 3 миллионға жуық қаржы бөлінді. Тоқматалова, Руслан Сейпен, Оркелмедиа. Тікелей тәжірибе. КСРО-ның еңбек сіңірген спорт шебері Серік Нұрқазов балқаштық жас боксшыларға шеберлік сағатын өткізді. Чемпион қарсыласқа қалай шабуыл жасап, жеңудің оңтайлы тәсілдерін көрсетті. Ты уже сдавался, ты уже считай устал. Человек устает, когда он свободный. Шеберлік сағаты мұшылар стадион кешенінде өтті. Оған 20-ға жуық ұл мен қыз келіп, болғары қолғап шеберімен жеке-жеке шаршаланға шықты. Жас өрендер бокста үйренген тактикаларын ортаға салып, өз кемшіліктерін түзетуге тырысты. Осылайша балқаштықтар чемпионмен тікелей тәжірибе алмасты. Действительно, условия. Бокспен шұғылдану үшін бұл залда барлық жағдай жасалған. Бұл жерге тек уақыт бөліп келсе болғаны. Жас бапкерлердің де, оқушылардың да мүмкіндіктері зор. Айта кетейік, Серік Нұрқазов Қарағанды облысының тумасы, КСРО-ның еңбек сіңірген жаттықтырушысы Леонид Тлеубаевтың шәкірті. Қазақстанның және халықаралық турнирлердің 3 дүркін жеңімпазы. Сонымен қоса 2 мәрте Европа чемпионы атанған. Ал 80 жылдары Серік Нұрқазов бокстың профессоры деген атаққа ие болды. Балаларға өзінің шеберлігін көрсетіп, балаларды жаңағы спортқа тарту біздің міндетіміз. Халықаралық турнирге келген, сондан да бір мастер-класс өткізген, осыдан 1 жыл бұрын. Балқашта 7 мамыр күні алғаш рет жартылай марафон өтеді. Оған 600 адам қатысып, Қоңыраттан бастап қалаға дейін 11 шақырым жолды жүгіріп өтпек. Бұқараны спортқа баулайтын шара жайлы толығырақ келесі сюжетте. Марафонға қатысуға ниет білдірген алғашқылардың бірі Иван Зиберт. 12 жылдан бері спортта тәжірибесі бар спортшы осымен 2-ші рет жаппай жүгіріске қатыспақ. Бұған дейін 22 шақырымды Қарағандыда бағындырған. Енді Балқашта 15 километрді жүгіріп өтпек. Алайда оның барлығына алдымен дайындық керек. Әсіресе аяқ буындарына ерекше көңіл бөліп шынықтыру қажет дейді. Кроссовки обязательно хотя бы. Осында үлкен марафонда жүгіргенде жердің асфальт екенін ескеру керек. Аяққа кедыдан көрі арнайы кроссы киген дұрыс. Сонда сүйектерге зақым келмейді.
Күн желді болса кеудеге жеңіл жейде киіп, аяққа шорты кию керек. Және жеңіл асықпай жүгірген жақсы. Жартылай марафонға барлық балқашықтар қатыса алады, дегенмен де алдымен дәрігерден рұқсат анықтама керек. Яғни денсаулығында кінәраты барларға тыйым салынады. Және осы уақыт аралығында күллі спортшыларды қазылар мен медицина саласының мамандары, құтқарушылар қадағалап тұрады. Жартылай марафонға қатысатындар бұл оқушылар 7-11 сынып және колледж студенттері, үлкен ересек адамдар. Барша қатысушыларға тікелей шарт бұл мекен жайда справкалар болу керек, анықтамалар, және дәрігердің анықтамасы, және жеке құжаттары. Жалпы 7 мамыр күні жаппай жүгіріс сағат 10:30-да Қоңырат мөлтек ауданынан басталады. Оған дейін спортшылар медициналық тексерістен өтеді. Содан соң олар 6 топқа бөлінеді. 20 жастан асқан ерлер 15 км, әйелдер 8 км, студент ұлдар 10 км, студент қыздар 5 км, мектептегі ер балалар 5 шақырымды, бойжеткендер 3 шақырымды жүгіріп өтулері керек. Марафон әуежай маңында аяқталады. Жеңімпаздар ақшалай сыйлықпен марапатталады. Тоқматталова, Мұрат Бауытбеков, Өркен Медиа. Балқаштықтар алда келе жатқан отан қорғаушылармен ұлы жеңіс күнін қалай атап өтеді? Қалада қандай мерекелік шаралар ұйымдастырылады? Оны афишадан білейік. Денсаулыққа жол осындай атаумен 7 мамыр күні Балқашта алғаш рет жартылай марафон өтеді. Оған 600 адам қатыспақ. Жеңіл атлетшілер Қоңыраттан әуежайға дейін жүгіріп 15 шақырым қашықтықты бағындырады. 8 күні шағын футболдан қала әкімінің кубогы аяқталады. Мұшылар стадионда балалар, ересектер және дене шынықтыру ұжымдары ең үздік командаларды анықтайды. Жеңімпаздар кубокқа және спорттық формаға ие болады. Ал ұлы жеңіс күні сағат 10-да Желтоқсан көшесінде митинг ұйымдастырылады. Қала халқы мәңгілік алау маңына жиналып, сұрапыл соғыста қаза болған балқаштықтардың рухына тағзым етеді. Түстен кейін сағат 2-де ерлікке тағзым деген атаумен мерекелік концерт өтеді. Сахна төрінде жергілікті жұлдыздар өнер көрсетпек. Ал сағат 4-те Үрмелі аспаптар оркестрінің концертін тамашалай аласыздар. Кешкісін қалалық жағалауда ардагерлерге арналып ретро кеш ұйымдастырылады. Сағат 5-те басталатын кеш соңы би кешіне ұласады. Күшат Байтекешова, Руслан Сепен, Өркен Медиа. Елімізде Ұлы Отан соғысының ардагерлері туралы электронды база іске қосылды. Головкиннің осы жолғы жекпе-жек үшін қанша гонорар алатыны белгілі болды. Ал Түркменстан елінде түрлі түсті көліктермен жүруге мүлдем тыйым салынды. Өзекті ақпараттар келесі дайджестте. Әуедегі апат ақштың Джорджия штатында әскери ұшақ апатқа ұшырады. С-130 әуе кемесінде отырған 9 адам да қайтыс болды. Кейбір мәліметтерге сүйенсек, ұшақ Аризонаның әскери базасына бағыт алған. Алайда ол әуеге көтеріле бергенде құлдилап, әуежай маңындағы жолға құлаған. Абырой болғанда жердегі көліктер мен жолаушылар зардап шекпеді. Қазіргіні апаттың нақты себептері анықталып жатыр. Батырды іздеу елімізде соғыста хабарсыз кеткендерді тауып беретін сайт іске қосылды. Енді онда Ұлы Отан соғысы кезінде тұтқынға түскен майдангерлер туралы толық ақпаратты табуға болады. Ішкі істер министрлігі жеңіс күніне орай осындай электронды базаны ел тұрғындарына тарту етті. Оған кез келген адам кіріп, ардагердің есімін жазса болғаны. Ресурстық базада тұтқынға түскен шамамен 60 мың жауынгер жайлы барлық ақпарат бар. Және де Қазақстанның ғана емес, бұрынғы барлық КСРО елдері жауынгерлердің аты жөндері жинақталған. Түрлі түсті тұлпарға тыйым. Түркменстан елінің халқына тек ақ түсті көліктермен жүруге рұқсат етілді. Яғни онда бұдан былай өзге түсті тұлпар қатынамайтын болады. Осыған байланысты жұрт көліктерін ақ түске бояп әлекке түсіп жатыр. Бұл жағдайда пайдаланған көлік бояушылар өздерінің қызмет бағасын шарықтатып жіберді. Атап айтсақ, көлік бояу шамамен 5143 ақш доллары, немесе түркменнің төл ақшасымен 18 мың манат тұрады. Айта кетейік, Түркменстанда осыған дейін қара түсті көліктерді мінуге тыйым салынған еді.
Жыл жекпе-жегі Головкин Ванес Мартиресімен өтетін кездесуінде қанша пайдаға кенелетіні белгілі болды. Онда жерлесіміз 2 миллион мен 3 миллион доллардың көлемінде табыс табады деген болжам бар. Бұл сома Канелоға қарсы кездесуге қарағанда 10 есеге аз пайда. Өйткені оның жекпе-жегі шетелдік арналардың бірінде тегін көрсетілетін болады. Оған қоса Головкин мен Альварес арасындағы кездесу өтпейтініне байланысты отандасымыз 250 мың доллардан айырылған тым. Еске салса, Гена мен Ванес арасындағы жекпе-жек елімізде 6 мамыр күні таңғы сағат 7:00-де басталады. Міне осымен мамыр айының алғашқы аптасын қорытындыладық. Құрметті көрермендер, алда келе жатқан отан қорғаушылар мерекесімен және ұлы жеңіс мейрамымен шын жүректен құттықтаймыз. Отбасымызда амандық, елімізде тыныштық болғай. Келесі аптада жүздескенше сау, саламатта болыңыздар.